Бүгін мен сіздермен бірге тағы да орынбасар Маубида. Бүгін мен сіздермен бірге өте дәмді болып шығатын мак қосылған пирогтың рецептісімен бөлсем. Ол үшін бізге 3 жұмыртқа, және үстіне қант саламыз. Және осы екі ингредиентті жақсылап винчикпен араластырамыз. Егер винчик жоқ болса, қасықпен араластыра берсеңіздер болады. Енді үстіне сүт құямыз. Тағы да әдемілеп винчикпен араластырамыз. Енді үстіне сұйық май құямыз, яғни пісте майын құямыз. Бұл қоспамызды сәл қойып қоямыз. Ол уақытта ұнымызға бір қасық қопсытқышымызды саламыз және араластырамыз. Мен ұнды алдын ала електен өткізіп алдым. Егер сіздерде разрыхитель болмай жатқан жағдайда сода қоссаңыздар болады. Енді массамызды 3-ке бөліп салып араластырамыз. Енді тағы да жақсылап араластырамыз. Міне 150 грамм ұнның жартысын салдым. Менде әлі сұйық болыпты. Енді үстіне мак саламыз. Сіздер мак қоспайды істесеңіздер болады, бірақ макпен әдемі көрінеді пирог. Мак салдым, енді тағы да жақсылап араластырамыз. Енді қалған ұнымды саламыз. Жақсылап араластырамыз. Міне менің массам дайын. Міне менің табама менде многоразовый қағаз. Сіздерде одноразовый болса, оны да төсеп берулеріңізге болады. Оның орнына қағаз төсесеңіздер де болады. Негізінде пергамент қағазын төсеген дұрыс. Енді жаңағы массамызды үстіне құямыз. Міне. Қалғандарының барлығын қырып салып аламыз. Сіздер лопатамен де істесеңіздер болады, бірақ маған қасықпен ыңғайлы. Міне, барлық жеріне жайылды. Енді пешті алдын ала пешті қыздырып алған жөн. Пешті 180 градуста 30 минутқа қыздырамыз.
Пам-пам-пам-пам. Міне менің мақ қосылған пирогым дайын болды. Енді оны қазір сіздерге кесіп көрсететін боламын. Міне, мен бұны алдын ала суытып алдым. Міне. Өте әдемі болып шықты. Мен бұны одан әрі әдемі болу үшін үстіне қойылтылған сүтті, яғни сгущенканы салатын боламын. Сгущенканы мен осындай кондитер қапшығына салып алдым. Енді кішкене қайшымен құямыз. Енді құйып шығамыз. Міне, менің мақ қосылған пирогым дайын болды. Енді сіздер оны сгущенкасыз да жасасаңыздар болады. Өзі өте дәмді. Қазір дәмін көреміз. Өте дәмді шыққан. Сіздермен бірге болған орынбасар Маулида. Мен каналыма жазылып, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Алтын саусақтарыңызбен подписаться деген қызыл батырманы сұр түске айналдырып, алтын саусақтарыңызбен лайк деген батырманы басып жіберіңіздер. Сіздермен бірге болған орынбасар Маулида. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.